Құрметті саяхатшылар, Қазақстан мемлекетінің астанасы қаласына 3D панорама және виртуалды турына қош келдіңіздер. Welcome to Астана. Бұл жерде саяхатымыздың мақсаты адам көрінісімен 3D панорама виртуалды тур жасау және 3D панорама құру кезеңдерімен танысып, бағдарлама қосымшаларын пайдалану. Мынау бізде сіздерде бүгінгі саяхатымыздың картасы, сіздердің баратын саяхат жасау аялдамаларымыз, яғни бұл жерде Beautiful Web of Астана, Virtual Tour of Grand University, Virtual Tour of the Students Park. Олай болатын болса, сіздерде қосымша мына жерде бізде QR-да қосымша карта берілген сіздерге. Адаспай осы бағыт бойынша жұмыс жасаймыз. Саяхат Астана қаласына қош келдіңіздер, отыра қойыңыздар. Құрметті саяхатшылар, бірінші аялдамаларыңыз Астана қаласының көрікті жерлері. Dear travelers, your first stop is the site of Astana. Мына сілтемеге кіру арқылы city3d.kz сайтына кіріп, қазір сіздер Астана қаласының көрікті жерлеріне саяхат жасайсыздар. Кіреміз. Оның кіру жолы қандай? Міне, яғни сіздер Астана қаласының әдемі көрікті жерлеріне саяхат жасауға сіздерге 1 минут уақыт беріледі. Бастаймыз. Болды, көп беріп бұл жерде. Уақыт өтінде. Ол 15 минут видео көріп модельға да тастады. Видеоға болады экраны. Сосын есікті басып қатан шығып кетесіздер ғой. Олай болатын болса, енді келесі саяхатқа өтуіміз үшін біз тапсырма орындаймыз, тапсырма қадамдарын. Соның ішіндегі бірінші тапсырмамыз бізде Image Campus Editor бағдарламасында практикалық тапсырма орындайсыздар. Яғни, сіздер қазір Астана қаласына саяхат жасадыңыздар ғой. Астананың 3 көрікті жерлерінің суретін алып, интернеттен, соны осы программаға салып, сіздер 3D панорамалық сурет құрасыздар. Бастаймыз жұмысты. Қазір мен 3D панорамасын жасайтын боламын. Ол үшін бірінші кезекте не панорамаға кіреміз. Сосын өзімге керекті фотолар таңдаймыз. Мысалға, ол фотолар 2-ден кейін болмауы керек. Мен мына фотодан бастасам, открытиені басам, кейіннен Easy Image деген батырманы басу арқылы тағы да фото таңдаймыз. Кейіннен Started панорамаға кіріп, қаншалықты көрсек болады. Мысалда көлденеңнен қойсақ, және тігінен қойсақ болады. Қанша градустарда? 360 және 180 градуста. Кейін жұмысымызды аяқтағаннан кейін Next батырмасын басу арқылы қалай шыққанын біле аламыз. Құрметті саяхатшылар, келесі аялдама оқушылар сарайына қош келдіңіздер. Dear travelers, welcome to the next station, the Student Palace. Саяхатшылар, ендеше сіздер оқушылар сарайына саяхат жасап бітсеңіздер, сіздерге берілетін келесі тапсырма, яғни quizwizard.com сайтынан сіздер платформасында қазір тапсырма орындаймыз. Яғни бұл жерде сіздер қазір тересіздер, мына пин-кодты тересіздер, аты жөндерін жазасыздар, сіздерге 3D панорама және виртуалды тур тақырыбында тапсырма беріледі. Сұрақтар қойылады, соған барлығын жауап берсек.
результатын қарайтын болсақ, барлығымыз тауға шыға алдық, сұрақтарға жауап бере алдық. Сіздерге сұрақтарға жауап беру арасында қиындық туындады ма? Жақсы, ендеше. Міне, бізде Ақкербез бірінші орында, Ахмет Гүлбатыра. Міне, барлық результаттардан осы жерден көре аламыз, кім дұрыс жауап бермегендігін, Жақсы, рахмет, Максим, қол шапалақтап жатсыз, сіз не дұрыс? Ахмет, шыққа алдыра қарай. Бізде Толғанай, сіз неғып тоқтап қалдыңыз? Бізде Ақкербез алдыға шықты, Ақкербез. Құрметті саяхатшылар, Туран университетіне қош келдіңіздер. Dear travelers, welcome to the next university, Turan. Мына жерде бассейндерге кіресіз, басқа түрін таңдайсыз, басқа здания шығар. Енді басқасын ауыстырған көрінсін тоже. Келесі тоже кіресіз. Басыңыз, арена. Басып, стрелкалармен жаздық беріңіз. Так, келесіге кіріңіз. Бері қай, нүкте тұр ғой, мұна соны бастаңызшы. Не болды? Шерімді Ахмет Имза. Бүгінгі сабақта 3D панорама жасаған үшін мен Толғанайды бағалаймын. Жақсы. Жақсы болды. Жақсы болды.